Так, саламатсыздар ма? Құрметті студенттер, сіздермен біз жүк көтеру механизмдерінің параметрлері туралы танысып жатырмыз. Өткен дәрістерде не? Екі дәріс алдым бұрын. Яғни жүк көтергіш. Өткен дәрістерде біз жүк көтергіш машиналардың жүру механизмдері, қалай қозғалыс кезінде бағытын дәйекті түрде өзгертуі, сол туралы айтқанбыз. Қысқаша қайталайтын болсақ, яғни жүк көтергіш машиналар қайта қысқа мерзімді қосылулардың жұмысымен сипатталады. Онда жүк көтергіш құрылғы жүк мерзімді өзара қозғалыстар жасай алады. Ал механизмдер қозғалыс бағытын дәйекті түрде өзгертеді. Сонымен көтеру механизмінің жұмысы жүкті көтеру және түсіру, жүк көтергіш құрылғыны жүксіз көтеру және түсіру процестерінен тұрады. Ал бұрылу және қозғалу механизмдерінің жұмысы бір бағытта және басқа бағытта жүкпен және жүксіз де жүре алады. Әрбір цикл жұмыс кезеңдері мен технологиялық үзілістердің ауысуымен сипатталады. Үзіліс кезінде мотор ателлесі қосылмаған, яғни механизмі қосылмаған, жұмыс істемейді. Бұл уақыт жүк түсіретін құрылғыны жүктеу және түсіру үшін механизмнің келесі процесін дайындау үшін қолданылады. Қозғалыстың әрбір процесін жүк пен механизмнің үдемелі қозғалатын және айналатын массаларының үдеуі іске қосу кезеңінде немесе баяулауы тежеу кезеңінде жүретін тұрақсыз қозғалыс кезеңіне, сондай-ақ тұрақты жылдамдықпен қозғалыс кезеңіне тұрақты қозғалыс кезеңін бөлуге болады. Яғни, мына жерде біздің көріп отырғанымыздай бірнеше формулалар берілген. Яғни, жүк көтергіш машина механизм толық цикл уақыты іске қосу уақытынан тұрады. Яғни, ТН бұл тұрақты жылдамдықпен қозғалыс уақыты, тұрақты жылдамдықпен жүретін, тежеу уақыты және үзіліс уақыты берілген. Уақыттың қатынасы бізде осындай. Яғни, барлық әр тұрақты жылдамдық пен тежеу уақыты, үзіліс уақыттарының алгебралық қосындылары тұрақты жылдамдық қозғалыс уақытына тең екен. Яғни, ТВ бұл циклдік толық уақытына цикл ішіндегі механизмінің жұмысы. ТУ бұл жерде механизмді пайдалану қарқындылығын сипаттайды. Бұл қатынас қосудың салыстырмалы ұзақтығы деп аталады. Яғни, осы формуламен көрсетілген. Бұл жерде жүк көтергіш машинаның электр жабдығы үшін жүк көтергіш жұмыс кезеңі үшін 10 минуттан аспайтын, ал механизмдер үшін 1 сағат ішінде анықталады. Механизмнің қарқындылығы келесі коэффициенттермен анықталады. Яғни, бұл жерде қарқындылық К әрпімен белгіленеді. Яғни, уақыт саны жұмыс бір тәулікте кететін жұмыстың көбейтіндісіне және 24 сағатқа бөлінеді. Бұл екінші формуламыз жыл бойы пайдалану коэффициенті. Яғни, ол число дней работы в году дейді. Яғни, жұмыс бір жылдың ішінде қанша күн жұмыс атқарғанын, соны 365 календарлық күнге бөлген кездегі жыл бойында пайдалану коэффициенті шығады бізде. Келесі, 1 сағат ішінде пайдалану коэффициенті. Ол уақыт, жұмыс істеу уақыты 60-қа бөлінеді. Дағы механизмнің 1 сағат ішінде жұмыс істеу уақыты минутпен беріледі. Және жүк көтерімділігі бойынша кранды пайдалану коэффициенті ол келесі формуламен көрсетілген. Мұндағы QSR дегеніміз ол
ауысымдағы көтерілетін жүк массасының орташа мәні. Ал жай Q дегеніміз бұл номиналды жүк көтергіштігі. Яғни ауыр номиналды жүк массасының 20%-дан астамы аспалы қармау құрылғылары бар көтеру тетіктері үшін жүк көтергіші бойынша пайдалану коэффициенті жүк қармау құрылғының QM массасын ескере отырып есептеледі. Бұл жерде механизмдердің жұмыс режимін госстандартқа сай 25835-83-ге стандарты реттейді. Оған сәйкес жүк көтергіш машиналардың барлық механизмдері оларды пайдалану жағдайларына байланысты пайдалану класы және жүктеме классында анықталған жұмыс режимінің 6 тобына бөлінеді. Пайдалану кезінде механизмдік пайдалану қарқындылығын сипаттайтын және жалпы жұмыс уақытына байланысты бекітілген механизмдер пайдалану сыныптары, яғни PR-дің берілген қызмет ету мерзімі ішінде осы тетіктің қозғалыста болу уақыты жылдарға байланысты қаралады. Біздің пайдалану классымыз A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 механизмнің жұмыс істеу уақыты. Мысалы, 800 уақыттан астам, 1600 уақыттан астам деген сияқты. 800 уақыттан бастап 1600 мысалы сағатқа дейін деген сияқты. Сол класстары бізде көрсетілген мына жерде. Келесі сабақта, келесі видео лекциямызда біз арнайы осыған қайта тоқталамыз. Әрі қарай сосын осы тақырыптан жалғастыратын боламыз. Әзірге сау болыңыздар.